Сәлем достар, бүгін біз сіздермен күздік көк помидордан салат дайындаймыз. Қолжетімді заттардан кез келген уақытта жасай аласыздар. Ең алдымен помидорларды жақсылап жуып аламыз. Өздеріңізге керекті формада турап аласыздар. Мен осылай жіңішкелеп турадым, үлкен қылып турасаңыздар да өздеріңіз білесіздер, мұнда қатып қалған қағида жоқ. Және де үстіне тәтті перецімізді және ащы перецімізді тоже қалауларыңыз бойынша, егер ашты ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай қоюларыңызға болады. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Мен мұнда кристаллик для гриля приправа салдым, және де кішкене тұз салдым. Және чеснокты турап саласыздар. Чеснокты салып алғаннан кейін үстіне қызып тұрған майды құйып, жақсылап араластырамыз. Толық май барлық жеріне тигенше жақсылап араластырып аласыздар. Оның үстіне құясыздар, 4-5 тамшыдай. Өте дәмді, сіздер де жасап көріңіздер.